Облыста ішкі жолдардың сапасын жақсарту бағытындағы жұмыстар қарқын алды. Биыл өңірде республикалық және жергілікті маңызы бар 500 шақырымнан астам автомобиль жолын жөндеу жоспарланған. Соның аясында Ақсу ауданындағы облыстық маңызы бар жолдар кезең-кезеңмен жаңартылып жатыр. Сонымен қатар жол бойындағы сервистік инфрақұрылымды дамытуға да басымдық берілуде. Қазіргі таңда Ақсу-Жансүгіров бағытындағы облыстық маңызы бар автожолда орташа жөндеу қарқынды жүріп жатыр. Жалпы жөндеу жұмыстарының 45% орындалып, 30 шақырымның 11 шақырымы аяқталды. Жобаны қазан айының соңына дейін аяқтау жоспарланған. Жоба аясында жол бойындағы барлық су өткізгіш құбырлар толықтай жаңартылды. Сондай-ақ 15 шақырым учаскеде ескі асфальт шамылғысы алынып, оның 11 шақырымына жаңа асфальт бетон төселді. Қазір жол жиектерін тегістеу жұмыстары жүргізілуде. Нысанда қажетті арнайы техника мен жұмыс күші толық жұмылдырылған. Құрылыс монтаж жұмыстары бекітілген кестеге сәйкес жүзеге асырылып жатыр. Басқа ауылдарға қатынау бізге жеңілірек болып жатыр. Бұл жол бұрын топырақ жол болған. Қазір міне жол салынып жатыр. Үкіметке көптен көп рахмет. Қазір жақсы болды енді. Мына жолменен жүріп жатырмыз. Машинеде, КамАЗда, неше сияқты нәрселердің барлығы осы жолмен өтеді. Ақсу ауданындағы жолдарды жаңарту мұнымен шектелмейді. Ақсу жаңалық автомобиль жолының орташа жөндеуі толық аяқталды. Ал Ақсу Ойтоған және Ақсу Қарагөз бағыттарындағы облыстық маңызы бар жолдарда құрылыс жұмыстары басталып, жобаларды 2027 жылға аяқтау жоспарланып отыр. Аталған жолдың жалпы құны 1,5 миллиард теңгені құрайды. Жөндеу жұмыстарын атқарып жатқан мердігер мекеме Жетісу жол құрылыс компаниясы. Енді салынып жатқан, атқарылып жатқан жөндеу жұмыстарының барлығына тиісті лабораториялық сынақ жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әрбір жұмыстың барысы басқарманың бақылауында. Бұдан бөлек айтатын болсақ, облыс көлемінде 150 шақырым облыстық маңызы бар жол жөнделуде. Өңірде жолдардың сапасын жақсартумен қатар жол бойындағы сервистік инфрақұрылымды дамытуға да ерекше көңіл бөлінуде. Осы мақсатта Сарқан ауданындағы Молалы Лепсі бағытындағы автомобиль жол бойында заманауи санитарлық гигиеналық тораптар пайдалануға берілді. Нысандар жол бойындағы жолаушылар мен туристерге қолайлы жағдай жасауға бағытталған. Ауылымызда жаңағы туризм саласы даму үстінде, соның бірінші нысаны бүгін осы жақын арада ашылды. Ауыл тұрғыны боламыз. Жазғы уақытта, көлдің уақытында, демалыс уақытында бізге туристер саны шамамен күніне бір 2000-3000 мың адамдай келеді. Осындай ұзақ жолда осындай дүкендердің көп болуы халыққа өте тиімді. Барлық жағдай жасалған екен. Биыл ауданда осындай тағы 2 санитарлық гигиеналық торап пайдалануға берілді. Оның бірі Лепсі ауылына кіреберістегі Көлтабан ауылының 3 шақырымында, екіншісі Матай ауылының кіреберісіндегі 60 шақырымында орналасқан. Барлық нысан тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн үздіксіз жұмыс істейді. Қазіргі уақытта демалушылардың қолайлы демалысын қамтамасыз ету үшін Талдықорған Лепсі автокөлік жолдары толықтай аяқталды. Лепсі Балқаш автокөлік жолдары да аяқталған болатын. Ол 2025 жылы аяқталды. Айта кетейік, өңірде 2025 жылдың қорытындысы бойынша республикалық маңызы бар жолдардың 92,1% жақсы жағдайға жетті. Биыл 1050-2 шақырым автожолдың 136 шақырымын жөндеу жоспарланған. Осы мақсаттарға жалпы сомасы 27 миллиард теңге бағытталды. Нұрай Базархан, Надир Хамзин, Жетісу телерадио компаниясы.